Баршаларыңызға қайырлы күн. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Құттықтап, тілек жазып атқан жандарға үлкен рахмет, оқырмандарыма. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып атқан алтындарым, рахмет сіздерге көп. Маған тілеп атқан тілектеріңіз өздеріңізге 5 емес, 10 емес, 100 емес, 1000 есе болып қайтып келсін. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Алла разы болсын. Жаңа жас, жаңа елестер, Алла қаласа. Мына пальчик болған. Бүйтіп тұратын пальчик. Білмеймін, серік оны сындырып тастаған ба, шайнап тастаған ба, в общем, жоқ. Өзі сияқты боксерский қылып қой. Где пальчик? Міне. Осындай қылып қойған ба тоже. Мына не ойлап бүйтіп тұратын? Соңғы бүйтіп тұру керек еді. Бүйтіп дегенде ойлағып алған бұл. Что такое? Вот, видишь? Это видишь, когда нюх теряешь, и сразу в себя приходишь. Мені ұрам деп алып қоя ғой неден. Сразу ескисең, сразу көңілің көтеріледі. Мұрын шығып мен Дейсің, ойлады. болды. Құлағың шығам. Тонусқа келтіреді, да? Тонус приводит. В чувство приводит. В общем, прекрасно. Баламен отдых, это не тяжело, если... Не знаем, что хочешь. Покушали, попили. Апасы жатыр. Махаббат хочет, мен бойым махаббат хочет. О, бой. Можно шықыма топырақ қой. Мына кісі әлі тұрған жоқ. Ұйықтап жатыр әлі. Қашан тұрасың? Қашан тұрасың? Никогда. Ой, что сондай. Или Диколя успокаивает сендер. Тұрам, қайта суға түсем, қайдан жата. Осылай бізде. Қараңыздар. Мына жақта балкон. Мына жақта пляж. Үйлері ерекше. Мына жаққа отырып алып темекі шегетіндер темекі шегеді. Аны ашуға болмайды вообще балконды. А то страшно. Ыстық кіреді. Жататын бөлмем. 2 адамға арналған негізі. Мына мен жатып құртып қойдым кішкене. Жаңа локация көрінеді. Яқты жай намазбен Құран кітап тұр, қараңыздар. Номерлерде осындай тұрады екен. Душевой, ванной, короче. Дәуі ғой шыңғарсың. Душтың ішінде жүгіресің ғой. Сұмдық. Солай. Яқта 2 адам арналған киім. Вот осындай. Ay, gün aydı mı aymadı mı ben hiç bilmiyorum, çok kötüyüm ya. Короче, мама жаққа келдім. Доставка Шымкенттен күтіп алдым. Ой, блин, бір проблема болып кетті ғой. Доставкамды күтіп алды деген. Таксистпен қырылып қалдым. 10 сағат күтіп қойды. Стояла целых 2 часа, 1,5 часа ждала. Теперь иду со всем своим барахлом к маме. Сегодня ночуем у мамы. Вот. Такие дела. Все хорошо, всем спокойной ночи. Всем хороших, сладких снов, крепких снов, хороших дней, крепких снов. Бұл фирменный куксүйін қазір дәмін көрмей едім. Қазір бұның дәмін көріп, бір араластырып ішем, қазір вообще масқара болады. Содан кейін айтқым келіп тұрғаны міне, мынандай бұл жерге келесіз, чисто говядина, еттен, міне, біреуін, екеуін, үшеуін сабаласыз. Міне, мына жақта қараңыздар. Креветкеден 2 штук креветке қосамыз. 2 штук салаттар арнайы жасалған. Салаттарын біреу, салатынан екеу, салатынан үшеу қосып аламыз. Міне, чуть-чуть кетчуп добавить етіп жібереміз. Біраз қырамыз. Бисмилля. Оң қолмен жеу керек.
Масқара. Келіңіздер. Обычный тамақ жегім келіп, Рейс деген ресторанға келген болатынбыз. Қараңыздар, мына жақтың тамақтары енді прям өте керемет. Өткенде сториске салған едім ғой, пигози хочу деп. Мына жақтан таптым, прям көлемі үлкен, и осындай острый соустармен жүреді екен. Осындай креветочки заказ бердік өзімізге. Барлығы ұнап жатыр енді. Салаттары барлығы аппетитный. Өзіме мына жақта томем заказ берген болатынмын, бірақ мына көксиді қараңыздар. Хит болған көкси. Бұл жақта енді өздерінің арнайы фирменный көксилары, прям ішінде енді өте мол, иісі бұрқырап тұр. Келіп заказ берсеңіздер болады мына жақтар деп, прям нереально. Нұрай үшін ақша нені білдіреді екен? Қалай ол? Ақша маңызды ма сіз үшін? Өмірде қатты маңызды деп айта алмаймын енді. Андай бір ақша қарап қалғанмын. Ақшасыз жүрген күндеріңіз? Болған, иә. Даже проездге де таппайтын кездерде болады негізі. Жүрген кездерім болған. Бірақ қазір шүкір енді. Бар. Қазір ақшаңыз бар, иә? Алейкум. Қалайсыздар, жақсыздар ма, не істеватсыздар? Мен жатқан білет табақ істер уже. Қандай екенін бар. Не істеватсыздар, не қылатсыздар, қалайсыздар, жақсыздар ма, амансыздар ма? Бізде бүгін бұйырса мерекелік эфир балалар күніне орай. Бүгін мейраммен бауыр. Бүгін Джони баламның мейрамы. Нұрай баламның мейрамы бүгін. Нұрай балам айналайын мейраммен. Сол үшін бұйырса керемет эфир болайын тұр, мерекелік эфир. Бүгін барыс баламның мейрамы болып тұр бүгін. Ей, бәке жақтырмай жатсыз ба? Жоқ, жақсы. В общем, сол достар. Бұйырса 14-ізде эфирде болыңыздар. Керемет эфир болайын деп тұр. Мөлдіреп киініп алдым.